Alo? Мадияр, бүгін 19-ы. Қандай күн екен білесің? Иә, білем, Маске. Бүгін понедельник. 22:00-ге дейін жұмыс жасаймыз. Не деп кеттің? Каждый айдың 19 күні клиенттердің базасын жіберіп тұрасың. Оны білмеуші ме? Жоқ, білем. База қазір. Бізде интернет қазір не алып жатыр. Интернет записать етіп. Қазір мен жіберем қазір. Давай, жібер тез. Кет. Жіберем қазір. Давайте. Басыз. База. О, Джама. Әке, проблема болып жатыр. Не проблема? Возврат келіп жатыр. Возврат несі? Адамдар товарлады ғой, соны қайтарғанда возврат деп айтады. Жоқ, кім возврат? Алған адамдар возврат қайтарып жатыр қазір. Жоқ, возврат деп жауап берейін деп тұрсың ғой. Жүрші, көрейік бар возвраттарды. Көресің ше? Давай. Проверь болды. Бірақ ескат бүгінне әкіміз ме бір төртеуіне? Хорош. Давай, алып кете бер сразу. Алып кете бер. Кішкене артқа жүр. Что там, Ану? Настроение жоқ қой. Бір қызбен сөйлесіп жүрген бо? Настроение құртатын болса, не аласың онымен сөйлесіп? Қыз жақсы. Просто бүгін туған күні. Соған подарка алып беретін ақшам жоқ. Сен былай істе. Түк білмеген сияқты жүре бер. Баяғыда мен дос боламын, тура осылай жасаған. Қалай жүрем? Бүгін кешке подарканы дайын деп айтып қойдым ғой. Тентексің ба? Өзің екен ғой, күнәлі. Мен махаббаттан басым айналып, жан, подаркын кешке дайын деп айтып қойдым ғой. Үйленбей тұрып мынандайсың. Үйленгеннен кейін соңғы тиыныңа дейін берейін деп тұрсың ғой сен. Баяғыда мен дос боламын, тура осылай жасаған. Братан, мен ондай емеспін. Ақша жағынан көмектесе аласыз ба? Сөйтіп айтпайсың ба баяғыдан бері? Подарок жағынан көмектесе аламын. Идея бар. Қандай? Мына есіктерді тасып тастайық. Сосын айтамын саған. Кет. Не, пароходной двор ма? Кім келіп тастай, кет. Қабылдамаймыз деп айт, бұл. Немес? Өзіңіз айтсаңыз кетіп тұр ғой. Неме? Қабылдай бер, қабылда. Басеке, қол қойсаңызшы. Қол қою керек, қол қойсаңызшы. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз? Жағдай, бәрі аман екен, үйші, бәрі аман ба? Жағдайларыңыз қалай? Не салықтыр? Жақсы. Не болып қалды? Есіктер ұнамай қалды ма сізде? Жоқ, есіктің бәрі жақсы, нормально. Түсі ұнамай қалды ма? Түсі бәрі жақсы, өте тамаша. Біздің қызметшілер бір нәрсе деп қойды ғой, Жоқ, ештеңе деген жоқ. Болды, түсіндім. Не келмей қалды, размері келмей қалды. Бәрі жақсы. Сіз өшердің бастығысыз ба? Иә. Міне, накладной үйіңіз, есіктерді 14 күн ішінде возврат жасауға құқым бар ғой. Иә, бар, әлбетте. 14 күн ішінде қайтардым. Бүгін кешке таман ақшамды қайтарыңыз. Жоқ. Мүмкін. Жаман айтып кетті ғой. Не біз? Тегін беруіміз керек па еді бәрі, не? Сен де жағаласып, сен кесіріңнен. Алло? Да? Ага. Несі?
Сіз де есіктерді қайтарайын деп жүрсіз ба? Не болады сіздерге барлықтарыңызды таң атпай возврат деп. Жоқ, именно бүгін қайтармайтын шығарсыз енді. Қашан қайтаратынын өзім білетін шығармын. 14 күн ішінде тапсырсам болды емес пе саған? Жоқ, мен түсініп тұрмын. Бір минут бола ма? Мен түсінбеген не себеп қайтаруға? Маған ескі бастықпен жұмыс жасаған ұнайды. Жаңа бастықтың талаптары тиімсіз маған мүлдем. Ескі бастық. Не, жаңа бастық дегенді естімеп пе едіңдер? Алло, ескі бастықпен барып жұмыс істеңдер бар. Не болды, аманшылық па? Чай ішесің ба деп сұрайын деген? Ей, ішпеймін. Кофе. Ал. Ей. О, мынау туфли бола ма? Бағасы да жақсы екен, бесплатный. Тентексің ба? Жігіт қызға туфли сыйлаған ақтан көр. Әйелің емес қой. Размерін де білмейсің оны. Одан да бедик. Интернетке кірейік. Қымбат пародалы мысықтың суретін тауып алайық. Іштегі мысық бар ғой, жұмыстағы. Соны жуындырайық, шайындырайық, басына бантик тағайық. Әдем, апарып бересің болды. Қумашы, біліп қойсайшы. Қаяқтан біледі оны? Сен подаркын берсең болды. Вау деп қалады, болды. Жарамайды. Оданша по крупный нәрсе көру керек. Адам дарым деген сайтта крупный нәрсе болмайды ғой. Не істеп отырсыздар екеуің, а? Возврат келіп күтіп алыңдар, тұр. Қалда алыңдар. Болды. Столдан шықпайсыңдар, екеуің бар ғой. Бол тез. Қалайсыңдар? Ей, сырым, не отырсыз? Жұмыс қайда? Ой, қайдағы жұмысы? Клиенттердің бәрі кетіп қалған жоқ па? Енді саған да, маған да жұмыс жоқ сияқты ғой. Айтпа. Оның үстіне бүгін бас екен клиентовый база деймін, базовый клиент бер деп. Соған миым қатып жүр, не істеймін, қалай істеймін? Қала, бастық болған қалай екен? Оңай ма екен? Қайдан білейін? Ылғи сен карта ойнап отыратынын көріп, оңай шығар деп жүрген ғой мен. Ой, қайдағы оңай? Оңай жерде ештеңе жоқ. Оның үстіне клиенттердің бәрі қырсық қой, көрдің ба? Айтпа, бәріне звондаймын. Келіспейді олар, сөйлеспейді. Білем ғой мен оларды, танимын ғой, бәрі танысым ғой. Қош, сен таныстарың ба? Өтініш онда, сөйлесіп берші. Клиентпен сөйлесу сенің жұмысың емес пе? Жоқ, мен не қатысым бар ол жерде? И вообще, бұдан не пайда маған? Давай мен саған бір күн демалыс берем. Сөйлесіп берші. Жарайды, 2 күн. 2 күн демалыс берем. Көрейік онда. Бүкіл клиенттер есіктерін бәрін возврат жасап жатыр деймін да? Енді не істейміз, Тура мен қызым туған күніне тақалғанша бір демалайын деп едім. Айындама. Жұмыс жоқ, клиент жоқ, по жизнь демаласың ғой енді. Сен басқа жұмысқа кірейін деп жатсың ба? Сен и так демаласың ғой. Көрем, басқасын тауып алармын. Сен осы жұмысқа кірер алдында бүкіл туысқанын салып, зорға дейін кірдің ғой. Тағы қандай жұмысқа барайын дейсің? Көреміз. Жак, неғып отырмыз? Жұмыс жасамаймыз ба? Жаке, бүгін келініңіздің туған күні еді. Соған барсам бола ма? Бәрі жұмыс жоқ қой. Сөз шақыршы кете бер. Гүде, бізде сокращение жүріп жатыр. Жұмысын жаса. Жұмыстан шығып кетуі мүмкін, қыз жоқ. Кім шығуы мүмкін? Сен кетіп қалған жоқсың бұл. Мен складқа бара жатырмын жұмыс істеуге. Қайдан білейін? Давай, жұмыстан шықсын тұр. Кірсін. Жарайсың.
Орын сағынып қалыппын кәдімгідей ше. Да? Түштем да кресло, Звондап жібересіз. Мазамды ала бермешсің сен. Бірінші не айтатынымызды ойланып алайық та олар. Ойланып алайық. Кеше миымды тырықтырып алайын, сосын звондаймын ғой. Енді саған яқта. Жатқан не сырым? Адам деген жанталасып тұр ғой, сөйлесіп берсеші, ден соң ма? Олар бүгін демалыста дей ме? Демалыс болғанда демалыс емес енді. 1-2 сағаттан кейін келеді, хорошо? 1-2 сағат күте тұрайық, келеді өзі. Сосын звондаймын, хорошо? Уайымдамашы, звондаймын ғой. Жарайды. Мен кішкене жат демалып алайын, ұйықтап алайын кішкене. Ұйықтаған не сырым? Ұйықтап алайын деп, просто жат демалып алайын кішкене. Түсінші, ойланамай қалам ғой. Ойланып, кішкене ұйықтасам, сосын дұрыстап звондаймын, хорошо? Болды, Не қылып тұрсың? Кабинетінде тұр машина. Басқа шаруа жоқ па? Звондап жүрші, звондап жүр. Складқа барып, кішкене есіктерді көріп, кішкене аралап қайтса? Не ғой? Жарайды. Мадияр. Бір интернеттен көрдім ә? Күшті номер алып бар екен, может соған барамыз? Не болды? Ұйықтап жатыр. Кім? Сырымбет ұйықтап жатыр. Ойбай, ұйықтаса не болды? Оятып жібересің ғой. Оятпайтындай кім ол? Клиентпен сөйлеседі, сол ғана ғой. Тыныш, ей! Әні ояттың. Бағанадан бері склад тазалап жатырмыз. Бір адам көрмеді ғой. Дұрыс айтасың, хотя бір адам көргенде ғой, бастыққа барып айтып баратын. Бастық та бір өтпеді. Өзі көретін да, көретін бізді. Кудя, мен қызым туған күнде не істейміз? Сен тентексің ба? Адам жұмыстан айырылып қалам ба деп уайымдап жүрсе қыз несі? Жұмысты реттеп алайық, қызды қабылар. Просто ана қыз екеуміз бір-бірімізге саймыз ғой. Ана қыздан айырылып қалғым келіп тұрған жоқ. Сен оған груши дегенді айттың ба? Сен айтсайын, сосын оғыз ойланам дегенше біз жұмысты реттеп аламыз. Дұрыс айтасың не? Ертеңін подаркын беріп алып, лақтырып кетіп жүрсе? Ондай болған. Баяғыда мен жолдас балам да болған. Осы сен жолдас балам деп, өзің басынан өткен оқиғанды айтып тұрған жоқсың ба? Сен груши дегенді SMS қып жаш, анан көрем сөзін. Сырым. Звондадың ба? Не дейді? Сөйлестің ба? Обед тоқылды ма не? Обед болды ғой? Сөйлестің ба? Не дейді? Тамақ ішіп алайық. Тамақ ішіп алайық дейді? Жоқ, қарны ашып кетті, тамақ ішіп алайық та. Сен звондамадың ба не? Адам қарны ашып тұрса, кішкене адаммен сөйлесе алмайды ғой, білесің. Өтініш. Қазір бірінші звондап алайықшы, сырым. Одан кейін асықпа, екеуміз тамақтың түр-түрін жейміз ғой. Да? Осы жерге? Жарайды, звонда сөйлеші. Өзім барып алып келейін, тамақ ішіп келейін. Тоқта, сырым, отыра бер. Алып келем қазір. Қандай тамақ жейсің, айтшы. Білмеймін, калориясы жоғары бір. Тез тоятын бір. Жоқ, жарайды, алып келем. Сен звондай берші, өтініш. Кетіп барасың, сырым. Звондаватым. Бол, давай, алып келем.
Аспасын звондап жібересің ба? Бір звондап жіберші. Не асығып отырсың? Қазір тамақ ішіп отырмын, кішкене қарын басып алайық та. Қарынмен сөйлеспейсің ғой, звондап жіберші, қазір кеш болып кетеді осылай отқанда. Кешке звондаған ыңғайлы оларға. Кешке жақсы сөйлеседі олар. Сен бетсе, складқа барып, есіктерді отчет жасай бер, хорошо? Мен қазір звондаймын, хорошо? Тез, жылдам звондап жіберші. Давай, звондайық. Васик, көмекке қол астындағыларға звондаймын. Сосын, егер бар десе, өзіңе звондаймыз. Иә, сөйтейікші, солай дейікші. Пока бүйтейік те, уақыт өткізбесе қазір магазинге барып келесіз, тез. Магазинге? Иә, суалып келші. Мен звондай берем, сен үлгіре алмай қаласың, бош қазір. Давай, звондашы еме. Звондап отырмын, мен өзі қара. 245, 69... Бол, кеттім мен. 76... Ешкім келмеді. Соны айтам. Бастық күнде өтеді ғой негізінде. Мында бүгін өтпей қалған айтам. Ақылды мәкенге алып жүр деймін. Не үшін? Дұрыс қой, бірге жұмыс істеп жүріп, сокращение жұмыстан шығыңдар деп айтуға ыңғайсызданып жатқан шығар. Именно екеумізге айтпайды шығар жұмыстан шығасың деп. Енді кімге айтады? Мысалға қарасай, Жамбо зам, Мәкен бастық. Сырымды онсыз да шығармайды, өйткені қарызы бар. Кассир әйелі. Шынымен де шығара салуы да мүмкін. Настроение түсірме. Жұмыс тауып алайық, соң кісі болып шығып кетеміз. Соны айтам, немене қиналып тұрмыз? Интернетіңді қосшы, көрейік. Ищу работу деп жазып көрші, мүмкін шығып қаласың. Сөйлеші десем бір, қолым бос емес деп. Әлі звондамады ма не? Звондамады. Адам не істегенсің бар ғой сен? Қазір жұмыстан шығарып сен Теміртордың ар жағына бір-ақ тығайын ба? Ойбай, неменеге маған айғайлап жатсың? Жоқ, осылай айтсам, кішкене қорқынышты болам ба деген ғой. Шамал түріңді өзгертші. Осықанда ма? Қаталдау. Осылай. Осылай барсам, точно звондайды. Неге өтсің жандар деп айтсам? Қарға болды. Таста, дұрыстап таста. Мен тастадым. Доллар кетіп жатыр ма не? О, давай. Сырым немене? Қызметкерлерің есік қақпай кіретін болған ба? Сол айтам, сырым. Ұят емес па? Маған жүресің ғой. Не болып жатыр сырым? Тыныштық емес, көріп тұрсың ғой, қол шықпай отыр. Мә. Звондадың ба сырым? Звондаған жоқпын. Звондадым, көтермейді. Отылып тұрмын, отылып отырмын. Настроение түсірміші, мазандамыш. Бір звондап көрмедім бе? Отылып жатырмын, көріп тұрсың, отылып жатырмын. Қазір мен жерден ақша көтерейін, звондаймын сосын. Неме адам мазасын ала бересің сен? Бауырым баршы, отылып жатыр өзі. Настроение что? Мен ақша көтерейін, звондаймын сол кезде ақша көтергеннен кейін, хорошо? Мазаламаш бауырым, бар. Или звондамай қояйын ба? Болды. Баршы бауырым, баршы. Бар, кетсе осы шықса үшін. Мынауың көп бізі. Не болды? Не болды? Құрыдық болды. Қалай? Мен бастық емеспін. Сен басында айттым ғой, мен бастық болмаймын деп. Сен тұрды, бастық боласың. Деп. Не болды? Бүкіл клиенттерден айырылдық. Звондаған жоқ па не сырым? Қайдағы звондаған? Отыр әлі карта ойнап. Карта ойнап? Санасыз екен ғой. Мен енді плотникпін. Баяғынан ақша таппаған жүрген күнімізге қайтадан түсемін сен. Бір не деген бір жүрексіз, бір мейірімсіз адам деймін да.
шамалы адамға жанашса болады ғой. Адамгершілік деген болу керек қой адамда. Жарайды, маған жанашмай қойсын, саған жанашмай қойсын. Бірақ отбасы деп қарап жанашса болады ғой. Как будто өзінің семьясы жоқ сияқты ше. Семьясы бар ғой, айтпашы. Молодец. Жай. Ой, кешір. Берген мен саған нәрсе айтам болды. Кузя, Ау, қызымнан сообщение келді. ойбай, не дейді? Қазір оқып берем. Маған сенің жұмысың маңызды емес дейді. Ең бастысы сенің адами қасиетің дейді. Шіркін-ай, қандай қасиет? Адами қасиет дейді. Сен өте мейірімдісің, ақ көңіл, еңбек қоржансың. Сондықтан да сен менен де жақсы қызға лайықтысың дейді. Маған сынып тұр ғой. Тентексің ба? Дұрыстап оқысай соңғы жағын. Сондықтан да сен менен де жақсы қызға лайықтысың. Ары қарай оқы. Мен сенің өміріңді құртқым келмейді дейді. Маған жолама деген сөз ғой мынау. Уайымдамашы. Болмаса бар ғой. Мен балдызыммен сөйлесей. Бажа боламыз, Прикол ұстап тұрсың ба? Ой, шынымды айтам деймін. Настроениеңді түсірмеші. Зато подаркың өзіңде қалды. Бір жағынан жұмыста қалатын сияқтымыз. Жүре, киімізді ауыстырып алайықшы. Сенің балдыздың нөмірі бар ма? Балдыздың қалыңмал бір горилла. Жүр магазинге барып қайтайық. Походу әңгімелесеміз, кеттік. Түрі өрт сөндіргендей ғой. Жоқ, сен вообще қол шықпай жатыр ғой, көріп тұрсыңдар ғой. Айналайын. Кешіріңіздер. Не болды, айтсай? Басекеңе келіп тұр едім. Сізге кісілер келіп тұр. Кім келіп тұр? Айтса бос емес деп, бос емес. Срочно дейді. Жұмысы өте ауыр деші бар. Бас жігсін. Срочно болса, айтса бос емес деп, бұл бос емес, бауыр ботылы бар. Сырымның әйелі келіп тұр еді. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе. Сен не yapsın? Білмеймін ғой. Неге срочно шақыртып жатыр десем, карта ойнап жатыр екенсің ғой. Кім шақыртты? Мен шақырттым. Сіздің жаңалықтарыңызды білсін дедім. Естіді ма, естімеді ме? Қандай жаңалық? Ой, Басекеңде жаңалық көп қазір. Басекең қазір қызметінде жоғарылауы мүмкін, немесе төмендеуі мүмкін болып тұр. Сырым не болып жатыр? Нормально. Бір-екі адамға звондау керек, нормально. Сол, Шешілді. Шешілді ғой. Құттықтап қойсаңыздар болады, біздің Басеке тағы бір қызметке жоғарылады. Жоғарылап. Құттықтолсын. Мен сақтастың. Ал, жақсы. Рахмет. Дамый беріңіздер. Саған да рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Кел, сырым. Жоғарылаған үшін. Ей, мақтаған түрі не болды? Түрің ақ пен. Алло, Сәке. Ассалаумалейкум. Сәке, короче, былай, анау менің орныма Мадияр деген жігіт болып жатыр. Ауысып бастық болып келді сол. Сонымен жұмыс жасайсыңдар ма? Ана есіктерді қайтадан алып кете сал, келіп. Жоқ, нормально, сенімді ғой, сенімді. Аха, давай, жақсы. Жоқ, нормально. Так. Кетті. Болды ғой деймін. Мынау бар екен ғой әлі. Біреудің басына бақыты көрінер, біреуге нағыз алтын боп. Күресің өзіңмен әр күні, жүресің ақылға жақын боп.
ғаламға еріксіз сыймайды, солай өз-өзін мәңгіге қинайды. Бақытың қолыңнан шашылса, ешкімде оны жимайды. Адамдардың өмірлері басталады бір тал бесіктен. Жете алмайды мүмкіндікке, мақсатынан күнде кешіккен. Ай, мейлі бай бол, мейлі кедей, бәріміз де бірдей пендеміз. Өйткені бәрі шыққандық, бәлкім жалғыз ғана есікте.